In today's lesson, we will compare present simple and present continuous tenses. Өткен екі сабақта біз осы екі осы шақтың түрлерін өткенбіз. Осы бүгінгі сабақта осы екі осы шақтың түрлерін салыстырамыз. Пысықтап аламыз келесі осы шақтың түрлерін өтпес бұрын. Present simple, міне жалпылама осы шақ деп айтқанымыз тұрақты іс-әрекеттерді білдіреді. Present progressive немесе present continuous бұл жалғасудағы уақытша іс-әрекеттерді білдіреді. Бұл екі шақ қалай жасалатынын да айтып өткенбіз. Міне I live in Almaty, present simpleдағы осындай сөйлем. Мен Алматыда тұрамын. I am living with my parents. Мен ата-анаммен тұрып жатырмын деген сөз. Бұл екі сөйлемнің айырмашылығы. Мына I live in Almaty, present simple, ол ұзақ уақытқа созылған тұрақты іс-әрекетті білдіреді. Алматы менің тұрақты мекен жайым деген сөз бұл сөйлемде. I am living with my parents десек, бұл жерде бұл уақытша іс-әрекет. Мен ата-анаммен уақытша тұрудамын деген сөз. Екінші мысал, I renovate my house every year. Мен үйді жыл сайын жаңартып өзгертіп тұрамын. Ол мендегі осындай қалыптасқан үрдіс деген сөз. I am renovating my house now деп айтсақ, мен осы күні немесе осы аптада үйді жаңартып жөндеуден өткізіп жатырмын деген сөз. Бұл да уақытша іс-әрекет. Ал мына I renovate my house every year десек, оны мен жыл сайын осылай жасап тұрамын деген мысал. Осы екі шақта present simple, present continuous'те белгілі бір сөздер бар. Осы present simple менен сөйлеген кезде, ол present simple'ды қолданған кезде, мына тізімдегі сөздер көбінесе бірге жүреді. Ал present continuous'те көп емес осы сөздер. Always әрдайым деген сөз әрқашан. Often жиі, sometimes кейде, occasionally кейде ол да, usually әдетте, every day әр күн сайын, every other day әр екі күн сайын, күн ара деген сөз. Every month, every year әр айда, әр жылда, every week, every weekend әр апта сайын, әр демалыс күндер сайын. Never ешқашан, rarely сирек, seldom сирек ол да, on Mondays әр дүйсенбі сайын деген сөз. Ал present continuous'те қазір, осы қазір. At the moment, дәл қазір, осы сәтте. These days, осы күндері. Look, қарашы. Listen, тыңдашы деген сөздерменен бірге жүруі мүмкін. Мысалдар, present simple, he plays the piano. Ол пианинода ойнайды. Жалпы ол пианинода ойнай біледі. Ал present continuous'те he is playing the piano десек, ол қазір пианино ойнап отыр. He plays, he is playing. Екеуінің айырмашылығы осындай. Мынау жалпы іс-әрекет, ол жалпы пианинода ойнайды. He is playing the piano десек, ол дәл осы қазір пианинода ойнап отыр. I watch the 10 o'clock news. I watch the 10 o'clock news деген мен күнделікті әдетте сағат 10-дағы жаңалықтарды тыңдаймын деген сөз, немесе көремін. Мына жерде watch деген көру. I'm watching the news. Міне бұл сәтте, осы сәтте мен қазір жаңалықтарды көріп отырмын деген сөз. The sun rises in the east. Күн шығыстан көтеріледі. Бұл жалпы іс-әрекет. Күн сайын күн шығыстан көтеріліп тұрады. Look, the sun is rising. Қарашы,
күн көтеріліп келе жатыр деген сөз бұл сөзде. Бұл сөйлемде present continuous. The sun is rising. Күн көтеріліп келе жатыр деп аударылады қазақшаға. We visit grandparents. Ол бізде осындай қалыптасқан үрдіс. Біз ата әжемізге барып тұрамыз. We visit grandparents. We are visiting grandparents. Біз қазір ата әжемізге келіп отырмыз деген сөз. Мына we are visiting grandparents. Осы мезетте, осы аптада біз ата-анамыздамыз. Ата әжеміздеміз. You always cook. Сен әрқашан, әрдайым тамақ пісіресің. Cook деген тамақ пісіру, ас пісіру. You are cooking. Десек, сен осы мезетте тамақ пісіріп жатсың. They go to college. Олар колледжге барады. Ол тұрақты іс әрекет. Ол 1-2 жылға созылатын іс әрекет. They go to college. They are going to college. Бұлай деп айтатын болсақ, they are going to college. Олар қазір осы сәтте колледжге кетіп бара жатыр. She often calls her mother. Ол анасына жиі телефон шалып тұрады. She often calls her mother. She is always calling her mother. Бұл жерде өткен сабақта айтқанбыз. She is always calling her mother десе, always деген жалпы бұл present simple менен simple дағы сөйлемдерде қолданылады. Бірақ мына мысалда, егер she is always calling her mother деп айтатын болсақ, бұл жерде жақтырмағандық білдіреді. Ол үнемі анасына звондай береді деген сөз. The train departs at 6 p.m. Present simple біз кесте бойынша болатын іс-әрекеттерді білдіреді деп айтқанбыз. Сол осы кесте бойынша поезд сағат 6-да жүріп кетеді. The train departs at 6 p.m. The train is departing right now. Поезд қазір, осы қазір кетіп бара жатыр. The train is departing right now. Fuel price rises every year. Жанармайдың бағасы жыл сайын көтеріледі. Мысалы, Қазақстанда жанармайдың бағасы себеп болса да, болмаса да жыл сайын көтеріле береді. Мысалы, жанармайдың бағасы көп елдерде мұнайдың бағасына байланысты. Мұнайдың бағасы түскен кезде жанармайдың бағасы түседі. Қазақстанда мұнайдың бағасы түссе де, жанармайдың бағасы көтеріле береді. Fuel price rises every year. Жанармайдың бағасы жыл сайын көтеріледі деген сөз. Жалпы сондай әдет болған ол жақтағы компанияларда көтеріліп отыру. Fuel price is rising this year. Жанармайдың бағасы осы жылы көтеріліп жатыр. I go to Astana every month. Мен Астанаға ай сайын барып тұрамын. Ол жұмыстың келісім шарты бойынша осылай тұрақты ай сайын барып тұру керек. Болар, сондықтан ондай кезде біз I go to Astana every month деп айтамыз. I am going to Astana tomorrow. Осылай қазір жоспарланып отыр. Ертең мен Астанаға кетейін деп жатырмын деген сөз. Бұл осы жақтың түрі болғанмен present continuous. Кейде осы жақында болатын келер шақты да білдіреді деп айтқанбыз. Бұндай сөйлемдерде біз келер шақты білдіретін сөзді қосамыз. Бұл жерде tomorrow, ертең деп айтып отырмыз. She goes to the dentist every 6 months. Ол тіс дәрігеріне 6 ай сайын барып тұрады. Бұл тұрақты іс-әрекет. Сол тісіне жақсы қарайтын адам болу керек. She goes to the dentist every 6 months. She is going to the dentist. Бұл сөйлем, ол қазір дентистке тіс дәрігеріне кетіп бара жатыр деген сөз. Осындай солай аударылады. Ол
тіс дәрігеріне 6 ай сайын барып тұрады. Ол қазір тіс дәрігеріне кетіп бара жатыр. Және айтып кететін нәрсе, stative verbs деген бар, ағылшын тілінде ол жай күйді білдіретін етістіктер деген сөз. Ол жай күй ой-сана жайында болуы мүмкін, көңіл күй болуы мүмкін. Ондай сөздер, мысалы, I doubt. Міне, Б айтылмайды, бұл сөйлемді біз I doubt деп айтамыз. Күмәнданамын деген сөз. I believe, сенемін. I prefer, қалаймын. I dislike, ұнатпаймын. I hate, төзбеймін. I hear, естімеймін. Естимін. She understands, ол түсінеді. We suspect, күдіктенеміз. We know, білеміз. She means, айтқысы келгені деген сөз. She means. I mean, менің айтқым келгені деп айтамыз. Осындай сөздер, осындай етістіктер present continuous'те қолданылмайды. I am preferring деп айтпаймыз. I prefer қай кезде де. Дәл қазір мен сондай қалап тұрмын деп айтатын болсақ, оны I prefer деп айтамыз. Осы сабақтың бас жағында біз айтып өттік, present simple менен белгілі бір сөздер қолданылады деп. Сонда every week деп айтқанбыз, ол міне every day деген мына жерде тұр, regularly, регулярно деген орысша сөз бар. Осы сөзден барған ауысып. Every day, күн сайын деген сөз міне every week десек, ол апта сайын болар еді. Ал бұл жерде бізде twice a week, ол аптасына 2 рет деген сөз. Once a week десек, аптасына 1 рет. I play tennis twice a week. Мен теннисті аптасына 2 рет ойнаймын. You play tennis twice a week. Сен аптасына 2 рет теннис ойнайсың. He plays tennis twice a week. Ол жігіт аптасына 2 рет теннис ойнайды. She plays tennis twice a week. Ол қыз аптасына теннисті 2 рет ойнайды. Мына жерде we have көпше түрі басталды. Міне we have fried eggs every day. Біз күн сайын қуырылған жұмыртқа жейміз. Fried egg, міне қуырылған жұмыртқа. Boiled egg, қайнатылған жұмыртқа. You have fried eggs every day. Сен де күн сайын қуырылған жұмыртқа жейсің. Жұмыртқалар, eggs, міне. They have boiled eggs regularly. Олар әдетте қайнатылған жұмыртқалар жеп тұрады. Present continuous. I am eating an egg now. Мен қазір жұмыртқа жеп отырмын. You are eating an egg now. He is eating an egg now. She is eating an egg now. We are having fried eggs now. You are having fried eggs now. They are having fried eggs now. Осылай бұл жерде бәрін қайталап жазған себебім, алдымен мына етістіктің жасалу, мына жерде 2 етістік тұр ғой, көмекші және негізгі етістік. Сол жасалуларын есте сақтап алу үшін осы бет сондай жаттығуға арналған. Сондықтан көп сөз қоспастан алдымен осы етістіктерді дұрыс қолдануды еске ұстау. Міне I play, you play, he plays, she plays деп қайталап айтсақ, есте сақталып қалады. Мына үшінші шекестерде S қосу керек екен. Мына жерде I am eating, you are eating, he is eating, she is eating, we are having, you are having, they are having. Осылай бірнеше рет қайталап есте сақтауға болады. Осы алдыңғы айтылған сөйлемдердің қазақшасы мынаның бәрі. Сол сөйлемдерді ағылшынша айтып көрейік. Осы жерде етістік түрін present simple'да қалай қолдану керек екенін және present continuous'те қалай қолдану керек екенін не жаттығу бұл. Мен күн сайын бір жұмыртқа жеймін. Қазір бірнеше секундтан кейін ағылшыншасы шығады. Оған дейін өзіміз айтып көрейік. I eat an egg every day. Сен күн сайын 2 жұмыртқа жейсің.
Ол жігіт күн сайын 2 жұмыртқа жейді. He eats 2 eggs every day. Ол қыз күн сайын жұмыртқа жейді, бір ғана. She eats an egg every day. Көп жетірі, біз күн сайын қуырған жұмыртқа жейміз. We eat fried eggs every day. Сіздер. You eat fried eggs every day. Олар. They eat boiled eggs every day. Олар қайнатылған жұмыртқа жейді. Present continuous. Енді осы шақта 2 түрлі етістік қолданылады. Көмекші етістік және негізгі етістікке ем жалғанады. Соны айтып көреміз. Мен қазір жұмыртқа жеп отырмын. Сіз екінші жақ жеке жатыр. You are eating an egg now. Ол жігіт. Ол қыз. Көп жетірі, біз қазір жұмыртқа жеп отырмыз. Қуырған жұмыртқа жеп отырмыз. Сіздер. Олар. Окей, осыменен бұл беттегі жаттығуды онша жақсы жасамаған болсаңдар, қайтадан бірнеше рет қайталауларыңа болады. 3 рет қайталасаңдар болады. 3 ретке дейін әлде 5-ке білмейтін болсаңдар, кейінірек қайталаңдар. Біраз уақыттан кейін. Әйтпесе жаттанып қалады. Біз жылына 2 рет тауға барып тұрамыз. We go to the mountains twice a year. Менің туысым тауға мүлдем бармайды. My cousin doesn't go to the mountains at all. Менің туысым жүзу бассейніне ешқашан бармайды. My cousin never goes to the swimming pool. Swimming pool, жүзу бассейні. Mountains, таулар. Мен апта сайын жимге барамын. I go to the gym every week. Менің інім де апта сайын жимге барады. My brother also goes to the gym every week. Менің туыстарым ешқашан бассейнге бармайды. My cousins never go to the swimming pool. Бассейн, swimming pool. Тағы да мысалдар present simple'да сен осы қашанда бір жаңалықтар тыңдайсың ба? Do you ever listen to news at all? Мен ешқашан жаңалықтар тыңдамаймын. I never listen to news. Ешқашан жолға барма. Ешқашанда жолға барма. Біз балаларға ескерту жасағанда, көшеге шыққанда осылай айтамыз. Соны мен осылай қоса салдым, қалай айту керек екенін. Never get on the road. Ever. Never ever. Енді present continuous'ке бірнеше мысал, біз сабақ орындап отырмыз. We are doing homework at the moment. Мен кешкі ас дайындаудамын.
I'm preparing dinner now. Олар кешкі ас ішіп отыр. Олар кешкі ас ішіп отыр ма? Сұрақ. Are they having dinner now? Are they having dinner now? Біз сауда орталығына бара жатырмыз. We are going to the shopping center. Сен мейрамханаға бара жатырсың ба? Are you going to the restaurant? Ол қыз дәріханада жұмыс істейді. She works at a pharmacy. Қазір күн шуақты болып тұр. Қазір күн жарқырап тұр. The sun is shining now. Осы сәтте жауын жауып тұр. It is raining at the moment. Осы мезетте қар жауып тұр. It is snowing at the moment. Осы сөйлемдердегі it деп тұрған ол есімдік weather, ауа райы деген сөз. Жалпы ауа райы жайында айтқанда осылай айтады. It is snowing, it is raining, немесе it is rainy, it's snowy. Мен қазір ас дайындаудамын. I am preparing meals now. Менің туысым осы айда біздің үйде тұруда. My cousin is living with us this month. Немесе my cousin is staying with us деп. To stay деген етістікті қолдануға болады. My cousin is living with us this month. Немесе my cousin is staying with us this month. Менің інілерім сыртта ойнап жүр. My brothers are playing outside. My brothers are playing outside. Present continuous or present simple. Or деген немесе present continuous қолданама немесе present simple қолданама. Қарап көрейік. Бірінші сөйлем қарашы, далада қар жауып тұр. Қар жауу деген to snow. Outside ол далада, сыртта деген сөз. Бастаймыз. Қазір бірінші секундтан кейін шығады. Ағылшын тіліндегі сөйлем. Look, it's snowing outside. Қара, далада қар жауып тұр. Бұл present continuous tense. Келесі, сен бүгін кешке бізге келесің бе? Are you visiting us tonight? Ол бикеш бұл аптада Лондондағы офиста жұмыс істейді. She is working in London office this week. Лондонға жиі келіп тұрасыз ба? Жоқ. Do you often come to London? No, I don't. Мен қазір видео жасап отырмын. I am making or I'm creating a video at the moment. Мен әр апта сайын бір видео шығарып тұрамын. I publish a video every week. Осы мына жердегі бесінші сөйлемдегі I am making a video деп айтуға болады. Мен видео жасап отырмын қазір. Немесе I am creating a video, ол да жасау, ол шығармашылықпен жасау деген сөз. Орыс тіліне енгізіп алған осы сөйлемді креативный деп айтады олар. Креативный. Ол create деген сөз, ол шығармашылықпен жасау. Present continuous or present simple. We continue. Сіз ертең туған күніне кешіне келесіз бе? Are you coming to the birthday party tomorrow? Сен бүгін кешке бізге келесің бе? Are you coming to our place tonight?
Немесе Are you visiting us tonight? Осы айда бағалар көтерілуде. Prices are rising this month. Ол жігіт осы кездері голф ойнап жүрген жоқ. He is not playing golf these days. Біз әдетте 11:30-да ұйықтауға жатамыз. We usually go to bed at 11 p.m. Сенің сіңлің кейінірек киноға барады ма? Is your sister going to the cinema later? Is your sister going to the cinema later? Біз күн сайын таң ата сағат 5:30-да тұрамыз. We get up at 5:30 a.m. every day. Сен күнде азанда ерте оянасың ба? Міне ағылшынша етістіктер мен сөздер тұр жанында. Do you wake up early every morning? Менің әкем таңерте ашпайды. Әпкем, elder sister. My elder sister doesn't have breakfast. Менің әкем түскі асты жұмыста ішеді. My father has lunch at work. Менің анам кешкі асты әзірлеуде. Prepare dinner. My mother is preparing dinner. Сен әдетте анаңа ас пісіруге көмектесесің бе? Do you usually help your mother to cook dinner? Міне мына has деген үшінші жекеше түрде. Жалпы ол have деген етістік үшінші жекеше түрде, осы present simple'да ол has болып айтылады. Үшінші жекеше түрде ол басқа көмекші етістік ретінде де has болады. Мен кофені жиі ішпеймін. Міне етістіктері drink or have. Осындай тамақ, қандай да бір тамақ немесе сусын ішуге to have деген етістікті қолдана беруге болады. I have coffee, I have tea, I drink coffee, I drink tea. Және тамақ ішуге де солай. I have breakfast, I have lunch or dinner. Мен кофені жиі ішпеймін дегенде осы екі етістіктің қайсысында қолдануға болады. I don't drink coffee very often. Біз осы жексенбіде теннис ойнаймыз ба? Are we playing tennis this Sunday? Шоколад торт саған ұнайды ма? Do you like chocolate cake? Сіздер тауға апта сайын барасыздар ма? Do you go to the mountains every week? Сіз не істеп отырсыңыз? What are you doing? Сіз не істейсіз? What do you do? Осы соңғы екі сұрақ What are you doing? Осы сіз қазір не жасап отырсыз, не істеп отырсыз? Осы сәтте деген сөз. What do you do? Бұл сөйлем кісінің кәсібін қандай жұмыс істейтінін жайлы білгіміз келген кезде осылай сұраймыз. What do you do? Не жұмыс істейсіз? Біз әдетте түстен кейін үйде шай ішеміз. We usually have tea at home in the afternoon. Ол қыз әр нәрсеге әрдайым шағымдана береді. She is always complaining about everything. Сен әдетте кешігіп келесің. You usually arrive late. Біз әр жазда өзен жағасына пикникке барып тұрамыз. We go to the riverside for a picnic every summer. Ол жігіт Алматыда тұрады. He lives in Almaty. Ол бекеш Алматы мейманханасында тұрып жатыр. She is staying at Hotel Almaty. Осы жердегі she is always complaining about everything.
деген сөйлем бұл жерде жақтырмаушылықты білдіріп тұр. Ол үнемі әр нәрсеге шағымдана береді деген сөз. Және де міне he lives in Алматы, ол тұрақты мекен. She is staying at hotel. Алматы мейманханасында тұрып жатыр. Ол уақытша іс әрекет, сонымен present continuous. Алдыңғы сөйлемдерге байланысты бірнеше сұраулы сөйлемдердің түрлері. Сіз әдетте түстен кейін шайды қайда ішесіз? Where do you usually have the afternoon tea? Ал келесі сөйлемдерді өздеріңіз жасап көріңдер. Біз әр жазда пикникке қайда барып тұрамыз? Where do we go for a picnic every summer? Біз әр жазда өзен жағасына неге барып тұрамыз? Why do we go to the riverside every summer? Біз өзен жағасына қай кезде барып тұрамыз? When do we go to the riverside? Қай кезде немесе қашан дегенде when деп айтамыз. Ол бике шамасы қайда тұрып жүр? Where is she staying in Almaty? She is staying at hotel Almaty деп айтқанбыз. Осы сөйлемде мына сұрауды білдіретін сөздер where, why, when ең бірінші келіп тұр. Содан кейін көмекші етістіктер present simple болса do, does, present continuous болса to be көмекші етістігінің жіктелген түрлері келеді. Содан кейін бастауыштар, содан кейін барып негізгі етістіктер келеді. Ал үстеулер кейде ортасында, кейде соңында келеді. Usually-ге келетін болсақ, бұл осы негізгі етістік пен бастауыштың арасында келеді. Енді осы видеомыз тамам. Бұл видео кейбіреулер үшін тым баяу болса, өздерін тез айналдырып көруіне болады. Ал тым жылдам деп ойлағандар үшін бұл видеоны тоқтатып, кідіртіп, арасында тіптен бөліп әр күні әр бөлігін жасап тұруға болады. Осында 50 шақты сөйлем, әртүрлі сөйлемдер осы екі жақтың екі түрінде. Әзірге сау болып тұрыңдар. Until next lesson.